балам памяти өте нашар, есте сақтау қабілеті нашар дейді да, бір кісі жазып жатыр. Не қолданса болады, не ішсең болады, сіздің дәмдер көмектесе ма дейді. Біздің пацандар нақты мынаған көмектеседі, нақты мынаған көмектеспейді деген жоқ. Мына адам баласының басынан бастап аяқ ұшына дейін бүкіл ағзадағы, бүкіл ішіндегі органдардың бәріне көмектеседі. Естественно, оның ішінде памятті восстановить етеді, баланың есте сақтау қабілетін жақсартады. Особенно бұл пациенттарды мына студенттер, оқушылар экзаменнің алдында көп қабылдайды. Чтобы мына экзамен тапсырған кезде, ертеңге дайындалады, сондай кездері оған нелерінің бәрін есте сақтап қалу үшін. Міндетті түрде балаңыз мектеп оқушысы болсын, или студент болсын, беріңіздер. Жаңа туылған сәбиден үлкен апа, ата, аға бәріне бересіздер, бәріне. Біріншіден іштегі әрбір орган жақсы жұмысын атқаратын болады. Екіншіден өлген клеткалар дамиды. Үшіншіден развитиесі жақсы болады, өмірі ұзақ болады, және энергия жақсы болады. Адам шаршамайды, 24-ке 7 жұмыс жасасын, електеумен сабақ оқысын, соның барлығын памятінде жақсы сақтап қала алады, және оқуына жақсы оқығанға да жақсы көңіл күй тигізеді. Сондықтан байзаңдарды міндетті түрде беріңіздер.